Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы оң қолымда бес саусақ, дене мүшелері. Бүгінгі сабақта сіз үйренесіз тыңдалған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруді және оған сәйкес фото, сюжетті суреттер, сызбалар таңдауды, сипаттауды үйренесіз. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге назар аударыңыз. Шаш, бас, мұрын, құлақ, көз, саусақ, алақан, ауыз. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Шаш, бас, мұрын, құлақ, көз, саусақ, алақан, ауыз. Тағы да бір қайталап шығайық. Мұрын, құлақ, көз, саусақ, алақан, ауыз. Тыңда, қайтала, оқы. Мынау бас, мынау қол, мынау аяқ. Бас, қол, аяқ. Оң қол, сол қол. Оң аяқ, сол аяқ. Оң, сол. Қол, аяқ. Бас. Оң қол, сол қол. Оң аяқ, сол аяқ. Жарайсыздар? Тыңда, менімен бірге қайтала. Бас, құлақ, көз, ауыз, қол, оң қол, сол қол, шаш, қас, мұрын, аяқ, оң аяқ, сол аяқ. Менімен бірге қайталаймыз. Мынау бас, мынау құлақ, мынау көз, мынау ауыз, мынау оң қол, мынау сол қол. Шаш, қас, мұрын, оң аяқ, сол аяқ. Тыңда, қайтала, оқы. Қолда саусақ болады. Аяқта бәшбай болады. Оң қолда бес саусақ, сол қолда бес саусақ. Барлығы 10 саусақ. Оң аяқта бес бәшбай, сол аяқта бес бәшбай. Барлығы 10 бәшбай. Ал балалар, менімен бірге оқып қайталаймыз. Оң қолымда бес саусақ, сол қолымда бес саусақ. Барлығы 10 саусақ. Оң аяқта бес бәшбай, сол аяқта бес бәшбай. Барлығы 10 бәшбай. Ал балалар, кәнекей санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 саусақ. Жарайсыңдар балалар. Ал енді санап көрейік, қанша бәшбай бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Өте дұрыс санап шықтыңыздар. Келесі тапсырма. Мынау менің саусақтарым. Мынау алақан.
Бірінші саусақ атам, екінші саусақ әжем, үшінші саусақ әкем, төртінші саусақ анам, бесінші саусақ мен. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Ал балалар, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші саусақ кім? Атам. Бесінші саусақ кім? Мен. Үшінші саусақ кім? Әкем. Екінші саусақ әжем. Төртінші саусақ анам. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Дәптерлерімізді ашып, суреттің орнына қажетті сөздерді қойып жазыңыздар. Келесі тапсырма Әйгерімнің көзі, шашы, аузы, мұрны, қасы, көйлегі, етігі қандай сипаттап дәптерлеріңізге жазыңыздар. Рефлексия. Дәптерлеріңізге бағдаршамның көзін салыңыздар. Жасыл түс. Мен бәрін түсіндім. Маған тапсырмаларды оқу керек. Сары түспен және мен бәрін түсінбедім. Қызыл түспен белгілеп суретін салыңыздар. Сау болыңыздар балалар.